Құрметті білім алушылар, бүгін сіздердің назарларыңызға балалар хирургиясы пәні бойынша тақырыбы Қазақстан Республикасындағы балалар хирургиясының тарихы, балалардағы жіті аппендициттің ерекшеліктері және перитонит. Кіріспе. Жалпы балалар бойындағы туа біткен және жүре пайда болған аурулар мен кемшіліктердің этиологиясын, олардың патогенезмін, клиникалық ерекшеліктерін, диагностикалық әдістері, емдеу шараларын зерттейтін және оларды арнайы хирургиялық жолмен операция жасау арқылы емдейтін ілімді балалар хирургиясы деп атаймыз. Жалпы балалар хирургиясы бұл хирургияның бір тармағы болып саналады және оның жас бөлімі болып табылады. Балалар хирургиясының даму тарихын кеңес өкіметі кезеңімен байланыстырсақ болады. Ол кездегі атақты балалар хирургиясы ілімінің негізін салушы ғалым ол профессор Сергей Дмитриевич Терновский болып табылады. Себебі алғаш рет аталған ғалым балалар хирургиясы атты алғашқы оқулықты дүниеге алып келді және бірегей автор болып табылады. Осы оқулықтың арқасында қаншама балалар хирургиясы саласын таңдаған жас мамандар хирургияның барлық ерекшеліктерін ескере отырып, ондағы емдеу шараларын диагностикалауды үйренді. Сонымен қатар аталған ғалымның шәкірттері оның ары қарай салған жолын жалғастырды. Кеңес одағының ең атақты балалар хирургтары олар медицина ғылымдарының академигі профессор Долецкий, медицина ғылымы академигі профессор Исаков. Осы күнге дейін Исаковтың оқу құралдары қазіргі кезде оқу процесіне қолданылады. Сонымен қатар медицина ғылымдарының академик корреспондент мүшесі профессор Баиров. Бұл кісі балалар хирургиясында соның ішінде іріңді хирургияға қосқан үлесі өте көп. Енді Қазақстанда бірінші рет Алматы мемлекеттік медицина институтының құрамында 50 төсектік клиникалық базасы бар балалар хирургиясы кафедрасы 1957 жылы ұйымдастырылды. Оның алғашқы кафедра меңгерушісі болып медицина ғылымдарының кандидаты доцент Черкасова тағайындалды. Ары қарай 1968 жылы доцент Черкасованың зейнетке шығуына байланысты кафедра меңгерушісі болып Ормантаев бекітілді. Содан кейін ары қарай біз тарихын жалғастыратын болсақ, осы балалар хирургиясының негізін қалаған қазақстандық және мемлекеттік сыйлықтың иегерлері назарыңызға ұсынып отырмын. Ол біздің осы оңтүстік Қазақстан медицина академиясында бірнеше жыл декан қызметін атқарған біздің профессорымыз Ағабек Қарабекұлы, Арынов, Ормантаев сынды балалар хирургтарын біз сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Сонымен қатар бұл кісілер алғаш рет аноректальды мальформация балалардағы соның атласын жасап шығарылды. Ол атлас қазіргі күнге дейін маңызы өте зор болып табылады. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының педиатрия және балалар хирургиясы кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қарабеков Ағабек Қарабекұлы кішкене осы ғалымымыздың өмір жолына тоқтала өтсек, 1986-1997 жылдарға дейін Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің балалар хирургиясы кафедрасында ассистент, одан кейін доцент қызметін атқарған. 1997 жылдың тамыз айынан бастап 2015 жылға дейін Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясында педиатрия және балалар хирургиясы кафедрасының меңгерушісі, сонымен қатар медицина факультеті деканы қызметін қоса атқарды. Ол кісінің 500-ге жуық еңбектері, соның ішінде 10-ға жуық евразиялық патенттері, қазақстандық 20-дан астам патенттері дүниеге келген. Аталған ғалым Ағабек Қарабеков өзінің негізгі хирургияда бағыты ол
балалардағы іріңді хирургия, сонымен қатар ортопедия саласында алғаш рет Қазақстанда төстің төс сүйегінің деформациясы туа біткен ақау кезінде, соның ішінде шұңқыр, воронка тәрізді деформациялар кезінде оны қайта қалпына келтіру операцияларының ішінде қолданылатын негізгі тәсілді ойлап табылды. Енді келесі ары қарай тақырыбымыздың жалғасы аппендицит. Жалпы аппендицит дегеніміз бұл соқыр ішектің құрт тәрізді өсіндісінің іріңді инфекциялық қабыну ауруын айтамыз. Аппендицит бұл өте жиі кездесетін және балалар хирургиясындағы өзекті мәселелердің бірі. Аппендицит балалар арасында жынысқа тәуелсіз ер балдар мен қыз балдарда бірдей жиілікте кездеседі. Жас ересектердің аралығында кездесу жиілігіне тоқталатын болсақ, әсіресе 9 жас пен 12 жас аралығында жиі кездеседі. Міне мына көрсетілген суретте тоқішектің бізде соқыршектік бөлімі көрсетілген. Сол соқыршектік құрт тәрізді өсіндісі аппендикс деп аталады. Яғни осының құрт тәрізді өсіндінің іріңді қабыну процесі бұл аппендицит деп аталады. Сонымен қатар құрт тәрізді өсіндінің жалпы бұл құрсақшылық дамуы кезінде кейбір олардың өзінің топографиялық қалыпты орнынан ауытқуы кездеседі. Мысал үшін, мына жерде бірнеше түрі көрсетілген топографиялық орналасу түріне бойынша: ретроцекальды, жамбастық, сонымен қатар өте төменгі бөліктік және ретроцекальды бірнеше түрі көрсетілген. Жедел аппендициттің қазіргі таңда нақты бекітілген арнайы анықталған этиологиясы назарларыңызға ұсынып отырмыз. Және бұл аппендициттің қазіргі кезде дәлелденген ең көп кездесетін 3 этиологиясын алып қарастырылады. Бірінші, инфекциялық агенттер. Инфекциялық агенттер адам ағзасына түскеннен кейін гематогенді немесе лимфогенді жолмен осы соқыр ішекте құрт тәрізді өсіндіні қабындыру мүмкін. Соның салдарынан осы патология туындайды. Екінші, рефлекторлық нервтік, яғни орталық жүйке жүйесіндегі әртүрлі өзгерістерге байланысты, сонымен қатар жергілікті құрт тәрізді өсіндінің қан айналымының бұзылысына байланысты рефлекторлық бұзылыстар орын алуы мүмкін. Осындай жағдайда спазм туындап, келетін қан тамырлар қоректендіретін қанның көлемінің азаюына байланысты некроздық процесс туындап, нәтижесінде аппендицитке алып келуі мүмкін. Үшіншісі, әсіресе балаларда осы факторларды алып қарастыруымызға болады. Себебі ерте жаста балалар бөгде заттарды, тағы басқа көптеген тұрмыстық жағдайдағы заттарды еріксіз түрде қолданып отырып, ауыз қуысынан жұтып алу мүмкін көп жағдайда. Сол жағдайда бөгде заттар ішек арқылы келіп түсіп, соқыр ішектен құрт тәрізді өсіндіде түскеннен кейін ол жерде қабыну процесін туындатуы мүмкін. Сонымен қатар осы механикалық факторлардың ішінде, егер де балаларда әсіресе ас қорыту жолдарында жиі кездесетін паразитарлық аурулар туындайтын болса, соның салдарынан механикалық тұрғыда келуі мүмкін. Мысалы, аскаридоз, апистархоз, тағы басқа сияқты, немесе шошқа цепені сияқты осындай паразиттердің көбеюінің салдарынан ол механикалық тұрғыда бітеп қабыну процестерін туындатуы мүмкін. Классификациясына келетін болсақ, яғни жіктелуі, жедел аппендициттер деструктивті емес және деструктивті деп бөлінеді. Деструктивті емес формасы екі түрге жіктелінеді: аппендикулярлы шаншу, екінші жедел жай беткел аппендицит деп бөлінеді. Деструктивті формалары 3 түрге бөлінеді.
Біріншісі флегмонозды, екіншісі гангренозды, үшіншісі перфоративті. Осының ішіндегі соңғы екі формасы өте ауыр асқынуларға салдарынан перитонит туындауы мүмкін. Жедел аппендициттің асқынуы аппендикулярлы инфильтрат, аппендикулярлы абсцесс және перитонит туындауы мүмкін. Келесі сіздер назарларыңызға жедел аппендициттің негізгі симптомдарын ұсынамыз. Жалпы ішті зерттеген кезде жергілікті немесе локальды оң жақ мықын аймағында локализацияланған ауырсыну болады. Ауырсыну жергілікті, кейбір кезде кіндік аймағына, эпигастрия аймағына таралуы мүмкін. Және ерекшелігі басқа ауырсынулардың. Бұл ауырсыну тұрақты түрде, яғни белгілі бір уақытта жойылып, қайтадан пайда болмайды. Екінші бұлшықеттің қатаюы, немесе мускулус дефанс деп аталады. Бұлшықеттің қатаюы бұл қабынып жатқан процеске бала ағзасының, соның ішінде бұлшықеттердің қорғаныс реакциясы ретінде туындайды. Ең жиі кездесетін симптомдар бұлар Воскресенский, Щеткин-Блюмберг, Уотмер, сонымен қатар Монгол симптомы, және ерте жастағы балаларда оларда қолды қайтару немесе қолды қағу, қолды итеру симптомы кездеседі. Щеткин-Блюмберг симптомы ол көп жағдайда асқыну кезінде оң мәнге ие болып келеді. Ерте жастағы балалардағы аппендициттің өзінің ерекшеліктері бар. Соған тоқталып кетейін. Негізгі ерекшелік ерте жастағы балаларда аппендицит сирек кездеседі. Жедел басталады. Себебі балаларда қан айналу жүйесі өте жылдам. Зат алмасу процесі өте жылдам жүреді. Осыған байланысты. Ана сүтін емуден бас тартады. Диспепсиялық бұзылыс, нәжістік бұзылыс, бірнеше ретті құсу, дене температурасының 38-39 градусқа дейін көтерілуі болады. Яғни физиологиялық тұрғыда немесе дәрілік заттардың көмегімен ұйықтатқан кезде бетке пальпациялағанда бұлшықеттің пассивті қайталауы байқалады. Терең пальпацияда бала дәрігердің қолын итеріп мазасызданады. Міне бұл негізгі ерекшелік болып табылады. Негізгі зерттеу тәсілдері бұл енді клиникалық протоколда келтірілген жалпы қан анализі. Онда біз назар аударатын лейкоциттердің санының қалыпты мөлшерден жоғарылауы. Лейкоцитоз, кейбір жағдайда гиперлейкоцитоз. Жалпы зар анализі. Жалпы зар анализінде біз айтарлықтай спецификалық өзгерістер байқамаймыз. Ультра дыбыстық зерттеу кезінде негізгі өзгеріс құрсақ қуысында егер асқыну формасы болатын болса, онда құрсақ қабырғасындағы қалыңдылық, сұйықтықтың жинақталуы, іріңдіктің жиналуы сияқты өзгерістермен көреміз. Лапароскопиялық зерттеу тәсілі. Лапароскопия бұл бізде емдік мақсатта, диагностикалық мақсатта жүргізіледі. Соның ішінде диагностикалауда жаңа мен айтып кеткен дистопиялық формалар болады. Қалыптан тыс соны анықтау кезінде, мысалы диагностикалық қиындық туғызған кезде, мысалы ретроградта орналасқан формасында осы лапароскопиялық тәсілдер нақты бізге көмектеседі. Емдеу шарасы антиградты, ретроградты, инвагинациялық, лигатурлы және лапароскопиялық. Жалпы бұлардың бәрі аппендиктомия жасаумен жүргізіледі. Нақты емі хирургиялық ем болып табылады. Басқа ем көмектеспейді. Сондықтан бір ғана жол ол хирургиялық тәсіл және аппендиктомия жасау. Міне сіздердің назарларыңызға аппендиктомия жасаудың бірнеше тәсілдері ұсынылып отырмыз. Яғни бұл жерде біз дәстүрлі форма біріншісі көріп отырсыздар. Бұл лигатурлы әдіс арқылы, яғни бұл тәсіл классикалық тәсіл болып табылады. Классикалық тәсілде бізде яғни құрсақ қуысының оң жақ мықын аймағынан доступ беріледі. Бұл доступ арқылы қабат арқылы кесіп түскеннен кейін хирургиялық жолмен бізде осы құрт тәрізді өсіндіні анықтайды және арнайы құрт тәрізді өсіндінің түбінен, яғни арнайы хирургиялық жолмен лигатуралық тігіс салынады.
каптың аузын байлаган сыяктуу. И содан кийин корт тәріздүү өсмүнү ажыратып кесип алады. Одан да башка жанагындай антиградты, ретроградты сыяктуу мына әдістері, тәсілдері сунуп отырмыз. Лапароскопиялық аппенdiктомияда қазіргі кезде ең жиі қолданылатын тәсілдердің бірі болып табылады. Себебі бұл тәсіл мини-инвазивті, яғни операциядан кейін құрсақ қуысында тыртықтың аз қалуы, яғни косметикалық тұрғыда аз жарақаттау және тиімді, және науқастың жазылу уақыты қысқарады. Бұл жерде 3 тесік арқылы, кіндік арқылы, сонымен қатар бізде іштің тік бұлшықетінің сол жақ шеткі аймағынан, және сонымен қатар бізде іштің тік бұлшықетінің оң жақ сыртқы қанынан 3 нүкте арқылы доступ беріледі, және сол арқылы бізде құрт тәрізді өсіндіні алып тастайды. Мына жердегі доступ қалай енетіндігі лапароскопиялық аппаратының және этаптары көрсетілген. Келесі патология хирургиялық бұл перитонит. Перитонит дегеніміз париетальдық және висцеральдық ішперденің іріңді қабыну процесін айтамыз. Перитониттің өте ауыр қиындығы, бұл перитониттен кейін өкінішке орай көп жағдайда летальды жағдаймен аяқталып жатады. Осы туралы орта ғасырдағы хирургтардың айтуы бойынша, перитонит бұл ең ауыр патология. Себебі бірінші біз Құдайдан қорқамыз, екінші перитониттен қорқамыз деп сипаттама берген. Перитониттің клиникалық жіктелуі біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Біріншілік ол белгілі аурулардан кейін белгілі перитонит, криптогенді перитонит болып бөлінеді. Екіншілік басқа бір аурудың салдарынан, мысалы аппендициттің флегмонозды немесе перфорациялық формасынан кейін қалыптасуы мүмкін, немесе құрсақ қуысындағы кез келген ағзаның іріңді қабыну ауруының асқынуынан кейін туындауы мүмкін. Перитониттің клиникалық жіктелуі перитониттің таралуына байланысты шектелген, таралған, жайылған деген формалары бар. Сонымен қатар эксудаттың құрамына байланысты іріңді түрі бар, геморрагиялық дейді, өтті түрі бар, нәжісті түрі бар, және аралас түрі кездеседі. Перитониттің себебіне байланысты құрсақ қуысы ағзалардың жедел қабыну аурулары, келесі операциядан кейінгі асқынулар, үшіншісі анықталмаған себепті немесе криптогенді, төртіншісі құрсақ қуысы және іш пердесі сыртындағы ағзалардың жарақаттары. Перитониттің клиникалық кезеңдері. Перитониттің негізгі 3 кезеңі бөліп қарастыруымызға болады. Бұны білу өте маңызды болып саналады. Ең бірінші және ең қысқа сатысы реактивті сатысы деп аталады. Бұл кезде балада құсу, мазасыздану, тахикардия немесе тахипноия, дене қызуының фибрилді және одан да жоғары деңгейден көтерілуі, лейкоцитоз жалпы қан анализінде лейкоформуланың солға жазуы және эритроциттердің тұну жылдамдығының артуы байқалады. Бұл кезеңнің ұзақтығы 24 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Токсикалық фазасы 24 сағаттан 72 сағатқа дейін созылады. Бұл кезде клиникалық белгілер: баланың терісі бозарады, тахикардия, құсу жиіленеді, дене қызуы гиперпериялық тұрғыда немесе одан да жоғары деңгейден көтерілуі мүмкін. Жалпы қан анализінде лейкоцитоз, лейкоциталық формуланың солға жылжуы, кейбір жағдайда гиперлейкоцитоз қалыптасады. Сонымен қатар іштің кебуі, іш ауырсынуы барлық аймақта анықталады. Терминалды сатысы 72 сағаттан жоғары. Эндотоксикоз және ағза жүйелерінің қызметінің бұзылуы, жүрек, қан тамыр және тыныс алу жетіспеушілігі, адинамия, тері және шырышты қабаты бозарып сарғая бастайды. Ішектің паразы, іштің бұлшықеттерінің қатаюы және ауырсынуы байқалмайды. Дене қызуы төмендейді. Қанда іріңді токсикалық өзгерістер анықталады. Ең қауіпті
фазасы болып табылады. Перитониттің клиникалық көрінісі және диагностикасы не қарап отырсаңыздар, және назарларыңызға нәресте ұсынған осы перитониттің соңғы фазасы, терминалды фазасында құрсақ қуысының барлық аймағына мына жайылып таралған. Мына жерде рентген көрінісі, алдыңғы кең ауқымды рентгенограммада құрсақ қуысының және бүйірлік проекцияда түсірілгенде құрсақ қуысында іріңді геморрагиялық да болуы мүмкін. Мына қабыну сұйықтықтардың жиналуы және де ол диффузды барлық аймаққа таралғандығын байқауымызға болады. Перитониттің емі, перитониттің себебін анықтаудан басталу керек. Яғни негізгі ем хирургиялық жолмен емдеу, лапаротомия жасау, лапароскопия жасау, дезинтоксикациялық терапия, антибактериалды